Her bir sözün Şındık, birlik, adamdık. Oturağımız bir çağı sanalarla bölündük. Yani 3 bölündü. Turizm, bölüm salası, yani den sağlık saqlao salası. Türkiye'nin bunu bölüp otқан жерimiz бүгінгі өтетін тақырыпқа байланысты. Кеше өткен инфрақұрылым бойынша біз сабақ өттік. Осы бойынша қазір заманауи сұрақтар арқылы біз кеше өткен 6 сұрақты естіп кеттік. Инфрақұрылым дегеніміз деген жалпы бір жағынан алайық. Инфрақұрылым дегеніміз материалдық өндіріске және тұрғындарға қызмет көрсету саласы. Ya, öyle tamamlaşa. Ağlayanda infraqurulum qanday sallardan turadi? Qo'ysa aytadi. Savdo, turmushda xizmat ko'rsatuv және kәсіпорындар және тағы басқа. Басқалар жатады. Бұның бәрі айтылгенде халыққа қызмет ету. Ал енді үшінші сұрақ экономиканың қаржы жүргізу жүйесі не? Қане айта ғой. Көлік және коммуникация. Жарайды. Тағы қосаларың бар ма Осман? Қыздар. Салдар. Жарайды. Не себептен көлікті шаруашылық арасында қан тамыр жүйесі деп аталады? Hayır. Kөлік экономиканың қалыпты жұмыс істеуінің негізі. Ол өндіріс процесін қамтамасыз етіп, кәсіпорындарды байланыстырады. Сыртқы сауда жүктерін тасымалдап, халыққа қызмет көрсетеді. Көлікті көліксіз өмір сүре алмайтын шаруашылық ағзасының қан тамыр жүйесі деп саналады. Тамаша. Аяқ осы көлік деп алдыңыз ғой. Ал жүк айналымы дегеніміз не екен сонда? Сота, үст сотайдағы Жүк айналымының тасымалдайтын көлік жұмысшының негізгі экономикалық көрсеткіші. Biz öyle keremет, biz қай мемлекетте тұрамыз? Қазақстанда, ya. Қазақстанда көліктің қандай түрлері бар? Назым айта ғой. Теміржол, тасжол, әуе жолдары, су көлігі. Су, әуе көлігі, осылардың бәрін басқа не жатады. Ал енді жарайды, тамаша. Отырамыз. Ал енді үй тапсырмасымыз қайталай отырып, осы тақырыпты ашар кездім, жаңа сабақта ашар алдым. Біз кішкентай ғана бір видеоролигімізді көріп жүреміз, 5 минуттық. Содан кейін осы тақырып бойынша біз топтық жұмыс жасаймыз. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз әлеуметтік инфрақұрылым. Сабағымыздың оқу мақсаты Қазақстанның компонентті қосып жатқан бөлімдерімен әлеуметтік инфрақұрылым элементтері сипаттап, аңғартуына баға беру. Жақсы тыңдаймыз. Сөздер әлеуметтік инфрақұрылым, қызмет көрсету және әлеуметтік инфрақұрылым салалары. Әлеуметтік инфрақұрылым нысандары қызметінің негізгі мақсаты адамның тұрмыстық, рухани, мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, толық және жан-жақты дамыту. Әлеуметтік инфрақұрылым кәсіпорындары адамдарға өз өмірін ыңғайлы етіп ұйымдастыруға көмектесу үшін керек. Әлеуметтік инфрақұрылым халықтың қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ететін салалар мен кәсіпорындар. Бұл күрделі кешеннің құрамында 30 сала бар. Инфрақұрылымды дамытпай, қоғамның тыныс-тіршілігі қызмет көрсету аясы бұл сауда және тамақтану, тұрмыстық қызмет көрсету, тұрғын үй
сауда жұмысының негізгі көрсеткіші оның көлемінің айналымында. Екіншісі тұрмыстық қызмет көрсету. Бұл көбінесе қалаларда демалысқа бір-екі мысалын айтатын болсақ, мысалы химиялық тазалау, шашырады. Үшіншісі денсаулық сақтау саласы, әртүрлі аурулардың соған сәйкес емдеуде басты рөл атқаруда. Оған бізге еліміздегі медицина қалаларда айтуға болады. Алматы, Нұрсұлтан, Қарағанды, Семей сияқты. Төртіншісі білім беру саласы. Білім беру саласы дегеніміз мұнда әлеуметтік салалардың арасындағы адам санының ең көп тартқан салалар және бесіншісі халықтың демалысын ұйымдастыру саласы. Бұл дегеніміз адамдардың немесе ұйымдарды демалыс негізінде денсаулықты қалпына келтіру мақсатында бағытталған рекреациялық түрлерді қызмет көрсету. Енді бүгінгі сабағымызда біз осы рекреацияға тоқталып кетсек жөн көріп отырмын. Рекреациялық жұмыс дегеніміз адамның денсаулығын қалпына келтіруіне бағытталған ресурстардың түрлері болып саналады. Рекреация дегеніміз демалыс болудың баламасы болып табылады. Рекреацияға қажетті жағдай, оған жеткілікті мөлшерде қаржы керек. Рекреациялық жұмыстардың белгілі түрі таңдау керек болады. Және рекреациялық шаруашылық. Енді рекреациялық жұмыстың екі түрі бар екен. Я балдар, өздерің көріп отқандай, жерде әлеуметтік инфрақұрылым абағының ашылуын игеріп отыр. Яғни әлеуметтік инфрақұрылым дегеніміз ол халыққа қызмет ету салалары, сауда болсын, қызмет орындары болсын, білім саласы болсын, денсаулық сақтау болсын, қай жерде болса да, көлік жүйесі болсын, бәрі осы инфрақұрылым біздің халыққа қызмет ету салаларының түрінен бірі. Енді балалар, ендігіде бізде мына ақылды партия арқылы үш топ, яғни біз топтық жұмыс арқылы осы маңыздылығын ерекшеліктерін, осыдан не түсініңдер? Яғни біз не айтамыз осы инфрақұрылым бойынша кішігірім қыларымды. Осы бойынша біз ішінде топтық жұмыс жасаймыз. Ақылды партиясы, яғни маңыздылығын ерекшелігі. Яғни салаларын ашып атап өтсек, оған 5 минут уақыт беремін. Одан кейін әр топ өзі шығып қорғаймыз. Неғұрлым көбірек жазатын сонда, ол топқа баға көбірек қойылады. Халық баға қойылады. Жігіттер арасады, балдар саят. Сабаққа салсамыз. Ақылды партия бұлайды, ол бәрі әдістің бірі. Bir qata sallarını aytып берді, оның маңызды ерекшеліктерін айтып берді. Әдемі түсіндіріп беруді көрейік бәрін.
salası pastayı getireceğim. Ne yapıyorsunuz ya? Bugün kadar kitapta okutlarda okuttan da qaralga bo'ladi. İşte o'tgan sabaqqa da men berib bo'ladi bu yerda. Onu sen de gireceğim. Mağazı gireceğim yazmış ya. Vakti vardı. Vakti vardı. Gün birinci bitedi, şafılar vurup geri verirse bu kamerası bir bulmaydı. Mikrofon, önümüz mikrofon diye O da kim? Sadece yazmıyor oldu mu? Vakti ötmedi, vakti yaptırmadı. Oğlum, doğamız. Yazmıyor, yazmıyor. Bilim sahası, herkese bahsediyor. Turizm sahası, taraf sahası var. Bilim sahası da ne sahası, o sahası. Oldu. Onu da kesin. O vakti yapıyorlar, toplamamız. Vakti yapıyorlar, şahlarımız. Örneğin, evet, örneğin toplamamız. Ne diyoruz bunu? Bu turizm salası, çağımız, hemşire alıyoruz. Fotoğrafımız tamamdır. Fotoğrafımız bu. Fotoğrafımız. Akıllı portföy açısı boyunca çok iş жасадық. Iya. Бұл ақылды порtföy açısı boyunca маңыздысы әлеуметтік инфрақұрылым салаларда өзге маңызды болды. Олар бірінші тұрмыстық қызмет, денсаулық сақтау, білім беру саласы, халықтың демалысын ұйымдастыру саласы және де сауда салалары. Және де ерекшеліктері реакциялық ресурс дегеніміз не екенін жаздық. Бізге ол өте ерекше болды. Мысалы, реакциялық ресурс дегеніміз адамдардың денсаулығын қалпына келтіруіне, демалыстың жақсы өтуіне себепші болатын ресурс түрлері. Реакция ресурсына қажетті жағдайлар, қаражат, реакциялық ресурс түрлері және де санатория мен тұрбаза тағы басқалары осы реакцияға қажетті жағдайлар ретінде саналады. Anlaşıldı. Al sağlığa kalay düşünüyoruz. Sağlığa ilişkin kalay. Сауда ерекшеліктеріне мысалы ол қалаларда көп болатын жағдай, яғни сауда ерекшеліктеріне өмірді көтере отырып сауда жасаудың өзі де бізге осы саудаға мысал болып келеді. Мысалы біз дүкендерден жастар алатын сауда саттықтың бір бөлігі болып саналады. Şapılamlarımız